Осыдан 10 жыл бұрын бір үйде көрші тұрған тұмармен ойда жоқта бір тойда кездесіп қалған Гүлшат оған таңдана қараған. Үстінде жалт-жұлт еткен соңғы үлгідегі көйлек, аяғына бейгөкшелі туфли киген тұмар ортада әлдекіммен билеп жүр екен. Бұрынғы жуас тұмар емес. Бейде қылығы да өзіне жарасып тұр. Гүлшат шайлап жанына жақындады. Атын атап еді, жалт қарады. Ол да Гүлшатты бірден таныды. Екеуі амандық саулық сұрасты. Тұмар той иелеріне құдаша болып келеді екен. Айтпақшы, танысып қой, мұнда кісі менің жолдасы Марат деп бірге билеп жүрген еркекті таныстырды. О, құтты болсын. Бағың ашылсын, қашан тұрмысқа шықтың деп жатты Гүлшат. Жақында ғана, ертең кездесейікші, жаңалығым көп, өзіңді қалай тапсам екен деп жүредім деп Тұмар қуанғанын білдірді. Той тарқап үйге келген соң Гүлшаттың есіне Тұмар қайта-қайта түсе берді. Тұмардың бақытын тапқаны қандай жақсы болған. Баяғыда талай сырын айтып, жалғыздықтан жылап алушы еді. Бір басы екеу болыпты. Оларды үйге шақырып жіберейікші, араласайық. Тұмар жақсы келіншек қой деді жатарда күйеуіне. Тұмардың жақсы екенін білемін ғой. Алан аусы барып тұрған алаяқ. Бір көргеннен жақпады. Мен айтты дерсің, адам танимын ғой. Шақырсаң шақыр үйге. Келсін. Көрейік күйеуімен сөйлесіп деді күйеуі. Сен де айта береді екенсің. Бір көрген адамды алаяқ деп, өзі сазгер, ән шығарады деді ғой. Тұмарға керемет бір ән арнапты. Өзі өнерлі жан екен. Әйелдер-ай, сендер тек құлақпен сүйесіңдер ғой. Мақтап, өлең ән шығарса, бір көрген еркекке құлап түсесіңдер. Қойшы, мен ондай емеспін ғой. Тұмарда ақыл тоқтатқан жан ғой. Ол тек өзім өзімді сүйген адамға тұрмысқа шығамын дейтін. Жаңа көрдің ғой, екеуі керемет жарасып билеп жүр. Бір-бірін сүйетіні көрініп тұрды. Қайдағы сүйген? Мен білсем, әлгеркек әйелдердің басын айналдырып жүрген Альфонстың нақ өзі. Жылтыраған түрі ұнамады маған. Оған Тұмар емес, басқа нәрсе керек. Басқа нәрсе. Ой, осы сенің күлдікшілің-ай. Қашан адамдар туралы жақсы ой ойлайсың. Жалғыз адамның жанын неге түсінбейсің? Бізге екеу бақытты болса болды емес пе? Басқа, басатық әңгіме не керек? Деп Гүлшат күйеуі Болатқа кәдімгідей ренжіп қалды. Қайдағы біреуді сонша қорғағаның не? Немене ұнап қалды ма? Ән шығарады дейді ғой. Шығарса қайтейін. Қазір қолыңдағы таяғыңды лақтырып қалсаң әнші, ақын, сазгер дегендерге тиеді. Өлеңде, жасып әнінде шығарып, өзі орындап жатқандар толып кетті емес пе? Қай жерге тұмсығын тығарын білмей жүрген анауда соның бірі ғой. Ұнап қалған несі? Мен тіпті онымен тілдескенде жоқпын ғой. Саған бір нәрсе көрінген шығар. Мына түріңмен оларды қайтып қонаққа шақырамын. Оған бірдеңе деп жүрсең, Тұмардан ұят емес пе? Ол байғұс енді ғана бақытты болып жүргенде, мен ертең Тұмармен жеке кездесемін. Күйеу саған ұнамаса араласпай қойшы. Ойымды саған айтсам, өмірі бір жаққа қарап қисаясында тұрасың. Қашан жөні түзу әңгіме айтасың осы. Жұрттың еркектері. Гүлшат сөздің аяғын айтпай жұтып қойды. Немене жұрттың еркектері? Жұрттың еркектері, мен тақияңа тар келіп жүрмін бе? Шыныңды айт. Қоясың ба жоқ па? Тұмарыңда, оның да жаңағы тапқан байды құрып кетсін. Кереге долар маған деп, енді Болат дірілдеп кетті. Сөзді қайда бұрып бара жатырсың өзің? Сені жамандаған жерім бар ма? Тойдан да тыныштықпен қайтпайтын болдық қой. Көңіл күйімнің батышын шығардың. Өзің ғой Тұмарды айтып қоймайсың. Ол анау алаяққа күйеуге шықпағанда біз ұрыспайтын едік деп барып тоқтады. Гүлшатта қарап қалмай. Осы сен Тұмарды қызғанып отырғаннан саумысың? Тоқта. Сен расымен оны қимай, оның күйеуін жамандап отырсың. Әйтпесе бір көрген адамда нең бар? Баяғыда Тұмар екеуің бір рет кафеге барып. Қайдағыны айтпашы. Қызғанғаның несі? Тұмардан нем бар? Кафеге Тұмар екеуміз емес, үшеуміз бардық емес пе? Ұмытып қалғансың ба? Үшеуміз барсақ барған шығармыз, бірақ сен сонда Тұмарға қарақшылап отырғансың. Әлі есімде. Тұмар де бір емес, екі рет вальске шақырғансың.
Сосын бір рет түнде қоқыс төгемін деп 2 сағат жоғалып кеткенсің. 5 рет тұмарды көлігімен жұмысына апарып тастағансың. Ол ауырып қалғанда жүгіріп жүріп жедел жәрдем шақырғансың. Ауруханада жатқанда 2 рет барғансың. Бұл менің білетіндерім ғана, ал білмейтіндерім ше? Білмейтіндерім қаншама. Сенің бар ғой. Сол тұмармен бір нәрсең бар болған. Мен бәрін сезем ғой. Мынаның арам ойын қарашы. Осының бәрі осы уақытқа дейін ішіңе қалай сыйып жүрген. Ол біздің жақын көршіміз болды ғой. Өзің тұмарсыз тамақ ішпеуші едің ғой. Қойшы айналайын, басымды қатырмашы деген Болат теріс қарап жатып қалды. Гүлшат та теріс қарап жатты. Таңертеңде екеуі бір-біріне тіл қатпады. Болат таңғасында ішпестен жұмысқа кетті. Гүлшат телефонына жармасты. Бірден кеше жазып алған тұмардың номерін терді. Ана жақтан кім бұл таң атпай деп керілген тұмардың дауысы естілді. Мен ғой Гүлшатпын. Бүгін түзде кездесеміз бе деп сұрайын дегенмін ғой, деді бұл. Ой, біз әлі ұйқыдан тұрған жоқпыз. Қазір бізде бал ай ғой деген тұмар сылқ-сылқ күлді. Сөйтті де кейін хабарласармын деп телефонын қоя салды. Сіркесі су көтермей отырған Гүлшаттың қаны басына шапты. Түні бойы соның жартасын жартап күйеуімен ұрысып шықты. Күйеуінің бетіне қарамай таңертең ашуланып кеткен анау. Ал ол болса балай дейді ғой. Түнімен қызыққа батқан шығар. Гүлшаттың іші ет тырнап алғандай ашып кетті. Күйеуіне тұмар үшін бекер артық сөз айтыпты ғой. Несі бар еді? Сонша қорғаштаған тұмары қалай дегенде жоқ. Гүлшат Болатқа телефон соққысы келді де алмай қойса не істемек? Одан да жазғаны дұрыс шығар. Күйеуінің WhatsApp-ын ашқан Гүлшат біраз ойланып отырып қалды. Не жазса екен? Кешірім сұрау керек шығар. Сол дұрыс деп шешті. Жаным, сен мені кешірші. Тұмар үшін сені бекерге ренжітіппін. Сенікі дұрыс. Бүгін үйге ертерек келші. Ет асып қоямын, жарайды ма? Күйеуіне осылай деп жазып жіберген Гүлшат одан жауап күтіп көп отырды. Болат оқса да жауап жазбады. Гүлшат оған 2-ші рет жазды. Жаным, сен қатар ренжіп қалдың ба? Кешірім сұраймын дедім ғой. Сенің айтқанының бәрі рас. Тұмардың күйеуі алаяқ, Альфонс. Мен де байқадым. Біз олармен араласпаймыз, керегі жоқ. Үйге ертерек қайтшы. Ет асып қоямын. Күйеуінен тағы да жауап болмады. Гүлшат жынданып кетердей болып Тұмарға телефон соқты. Сол үшін күйеуімен ұрысып қалған айтпақшы. Ол да телефон алмады. Оның да WhatsApp-на жазды. Тұмар, қалайсың? Кеше сендер үшін Болат екеуміз ұрысып қалдық. Айтпақшы, күйеуің Альфонс болып жүрмесін. Байқа. Болатты айтып жатыр. Саған жаны башып жазып отырмын ғой. Қазір Альфонс дегендер көбейіп кетіпті. Ақшасы бар, әйелдерді айналдырады екен. Сақтанып жүрші жаным. Тұмадан жауап тез келді. Гүлшат, мен өте бақыттымын. Мұншалық қызғаншақ екенімді енді біліппін. Оның мені қаншалықты сүйетінін сен білмейсің ғой. Араласпай-ақ қояйықшы. Сендерсіз-ақ таңым атып тауығым шақырған. Қош бол. Тұмардың жауабын оқыған Гүлшат орнынан атып тұрды. Ақымақ, деді ішінен. Көрерміз әлі. Жаны шыдамай Болатқа телефон соқты. Ұзақ уақыт безілдетіп тұрып алды. Не болды соншама? Жиналыстамын ғой. Етіңді аса берші деп сыбырлай сөйледі күйеуі. Оның дауысын естіген Гүлшат қуаныштан шыр айнала жөнелді. Мені кешірген екен ғой, тек хабарласуға қол демеген. Бұдан былай біреу үшін күйеуін ренжітпейді. Қандай ақымақ болған бұл. Бөтен адамдар үшін жанындай жақсы көретін адамын жазғырып, соны басқалар бағалап жатыр ма? Солар үшін үйіңде қырқысып жатсаң, олар жайбарақат өз өмірлерін сүріп жатады. Бұдан былай ешкімнің өміріне араласпайды, әңгіме айтпайды. Болды. Тек Болат екеуміз тату-тәтті тұрамыз. Керегі жоқ екен тіпті. Гүлшат осы оймен барып тоңатқыштан ет ала бастады. Ойына тағы тұмар түсті. Талай жақсылығы өтіп еді ғой, оны да ренжітіп алды ғой. Кешірім сұрап, үйге шақыра салайыншы. Тұмар, жаным, мені кешірші. Болатпен түнде ренжісіп қалғанның кесірі ғой. Сенің бақытты екеніңе шын қуанып тұрмын.
Кешке үйге келіңдерші. Болат та кешке келеді. Көтемін. Деген ол ұзақ сөйлесті. Тұмарлар келетін болды. Бір сағаттың ішінде алайдылей болған көңілде ашуда басылды. Сәлден кейін Гүлшат әдемі киініп, базардан адамының әкелге шығып бара жатты. Гүлшат дастархан жасап, асып сасып жүр. Келетін қонақ Тұмармен күйеу болса да етті де моласып, салаттың түр-түрін жасап тастаған. Ашық түсті гүлді көйлегін киіп, шашын сәнде болған. Сағатқа қараса, 7 екен. Күйеуінің келетін уақыты болыпты. Тұмардың күйеуі ішімдік ішеді ме екен, жоқ па? Қабая таңертең сұрай салмапты ғой. Ішпесе алдынан қайтар, 2 бөтелке алдата салайын деп ойлаған Гүлшат Болатқа телефон соқты. Жаным, қазірге Тұмармен күйеуі келетінін ұмытқан жоқсың ба? Келерінде 2 бөтелке ала келші. Менің ішімдік таңдай алмайтынымды өзің білесің ғой. Басқасының бәрі дайын деп күйеуіне еркелей сөйледі. Ой, ертерек неге айтпадым? Үйге жақындап қалып едім ғой деген Болат көлігін кері бұрды. Сол кезде есіктің қоңырауда шылдыр ете қалды. Тұмармен күйеуі келіп те қалған екен. Гүлшат жүгіріп барып есік ашып, қонақтардың жылы шыраймен қарсы алды. Мараттың қолында роза гүлдері бар екен. Мынау гүлдер дүниедегі ең сұлу келіншек өзіңе деп асқан бір ілтипатпен Гүлшатқа ұсынды. Гүлшаттың жүзі жайнап кеткендей. Ешкіммен бұндай гүл алмағалы қай заман. Болаты гүл сыйлауды ұмытқалы қашан. Гүлшат дегеннен Марат пен Болатты іште салыстыра бастады. Жоғары шығыңдар, Болат қазір келіп қалады. Жұмыстан кеш шығыпты деген ол қонақтарын залға бастады. Бізден басқа да қонақтар келе ме деп сұрады Тұмар шайласып жатып. Жоға, бөтен, ешкімді шақырмадым. Тек өзіміз ғана ғой. Бәрі өзің мен Мараттың құрметі үшін ғой. Сендер үшін өте қуаныштымын, деді Гүлшат. Ой пырмай, Тұмардың өзің сияқты пейілі кең, өзі сұлу дос құрбысы бар екенін көріп, көңілім толып, шалқып отыр. Әйтпесе мен келгелі бәрі әлі ешкім қонаққа да шақырған жоқ. Ішім пысып жүреді. Сендермен танысқаныма қуаныштымын. Тұмар ертең Болат пен Гүлшатты үйге шақырып жіберейік, деді Марат. Иә, енді араласамыз ғой. Мен де бұларды бір қалада жүріп жоғалтып алып едім. Кеше ғана қайта табыстық емес пе? Осылай деген Тұмар Гүлшатпен бірге ас үйге кірді. Күйеуің ашық жарқын жақсы адам екен. Кісі жатырқамайды. Өзі ән шығарады дедің ғой. Қалай танысып жүрсің? Бұрынғы отбасы қайда? Ажырасқан ба деген Гүлшат өзін қызықтырған сауалдарының бәрін қойып тастады. Тұмарда өзіндегі бар жаңалықты жеткізгісі келіп тұр екен. Шай қайнағанша күйеуі Марат туралы Гүлшатқа түгін қалдырмай айтып берді. Өзің білесің ғой, күйеуім қайтыс болған соң 2 қызыммен 10 жыл жалғыз тұрдым. Қыздарының жас кезінде тұрмысқа шығып кетуіме де болар еді. Бірақ оларды біреуге көз түрткі еткім келмеді. Олар бой жетіп, тұрмыс құрып кеткен соң жалғыздығымды қатты сезіндім. Базарда қаншама сауда нүктелерім бар. Бәрібір басыма жетеді. Бір қызым басында менімен бірге тұрып еді. Кейіннен күйеу балам жатып ішер болып, әрі ішіп алып маған да тіл тигізгісі келді. Сосын бөлек шығарып жібердім. Олар кеткен соң үлкен үйімде не істерімді білмей қалдым ғой. Бұрында күйеуге шығуды ойламайтында едім. Бір күні Сырға деген құрбым мені Инстаграмға кіргізді. Басында тілім білмей, түк түсінбей жүрдім. Кейіннен достарым көбейді. Өзім бұрыннан ән тыңдағанын ұнататынмын ғой. Пультпен бір ән айтатын келіншек бар ғой. Бір күні сонымен дос болдым. Сол арқылы осы Маратпен достастым. Кейін жекеде сөйлесетін болдық. Өмірде көп қиындық көрген екен. Әйелі жанын түсінбейтін, сыйламайтын біреу сияқты. Әлі онымен ажырасқан жоқ. Жақында ажырасады. Сені сүйем, басқа ешкімнің керегі жоқ. Өмірімнің аяғына дейін сенімен боламын деп отыр ғой. Маған күніге ән шығарды. Маған бұдан артық қандай бақыт керек? Марат келгелі жалғыздығымды ұмыттым. Тойға да жалғыз бармайтын болдым. Әзірге мешітке барып некемізді қидырдық. Қыздарым да, мама, сіз бақытты болсаңыз болды деп жүр. Мейлі, өзіңе ұнаса бопты ғой. Үй жайы бар ма екен? Ажырасса бөлісетін болар.
өзі жұмыс істемей екен. Маған Мараттың қарабасы болса болды. Дүниеде ақшада өзімде жетеді ғой. Көлігім де бар. Қазір оны Марат айдап жүр. Бұрын жақсы жете жұмыс істеген екен. Қазір бос. Маған Алматыға кетіп шаға өмір бастайық деп жүр ғой. Көремін, мүмкін көшіп те кетерміз. Қандай көшті? Сені қатты жақсы көретін сияқты. Тұмарым деп үздігіп тұр ғой, деді Гүлшат. Ау, сұлу келіншектер, мені жалғыз қалдырып қайда кеттіңдер? Тұмарым-ау, жаным, сен қайдасың деген Мараттың даусы шықты зал жақтан. Айттым ғой, мені жас бала сияқты көзінен тас еткісі келмейді, деп күлген Тұмар қонақ бөлмеге қарай беттеді. Гүлшат шай демдеп жатқанда екі бөтелкені құшақтап Болатты кіріп келді. Тұмардың күйеуі Болатты ескі танысындай, тіпті өз үйінде отырғандай қарсы алды. О, бәйке, аман есен келдің бе? Біз ерте келіп қалдық па деп ыңғайсызданып отырмыз. Сені күтіп шайды ішпедік. Сенсіз шайда батпайды ғой бізге, деп іші бауырына кіре сөйледі. Гүлшат, сен қызықсың. Келген қонаққа асыңды бере бермейсің бе? Мені көп күтіп қалдыңдар ма, деп жатыр болады. Төртеуі үстел басына жайғасқан соң әңгіменің тегі ағытылды. Сөз тізгінін қолына алған Марат төрде көзіле сөйлеп отыр. Ет жеп алған соң барылдаған даусымен бір-екі ән айтты. Негізі менің даусым жоқ. Сонда да Тұмарым айт деген соң айтамын. Әркімдікі өзіне, ай көрінер көзіне демекші, менің осым даусым бұған ұнайды. Тұмарға ғашық болып шығарған әнім, сөзінде өзім жаздым. Менің жүрегімнің сырын басқа біреу білмейді ғой. Сол әніңізді айттыңызшы, тыңдайық, деді Гүлшат. Керемет екен, Тұмар, сенде арман жоқ, деді Гүлшат. Тұмар риза көңілмен сақылықтай күлді. Болат босаған стақандарға толтыра ақ құйып, ал онда осы ән үшін екеуіңнің бақытың үшін алып қоялық, деді. Марат дереу тартып жіберді. Сосын ешкімге сөз білмей тағы көсілді. Сен нағыз жігітсің. Гүлшат, қандай тамаша ел, сенің қадіріңді біліп отырған. Менің бұрынғы елім бар ғой, нағыз оңбаған. Менің қадіріме жетпеді ғой, енді менен айырылып жылап отырған шығар. Қойшы соны, Тұмарым аман болсын. Сендер аман болыңдар, мен өткен өмірімнің бәрін ұмытам. Оларды өмірмен сызып тастаймын деп бар, бірақ тоқтады. Қойшы Марат, әйеліңді жамандамашы, сенен ешкім ешнәрсе сұраған жоқ қой. Қайтесің айтып. Сосын көтере алмай қаларсың, көп ішпеш, деп Тұмар ыңғайсызданып қалды. Әйел деген күйеуінің сөзін бөлмейді ғой. Сен де әбден еркін жүріп, еркек сыйлауды білмей қалғансың ғой, Тұмар. Міне әйел деген мұны Гүлшаттай болу керек. Бөкеңді қалай сыйлап отыр. Артық ауыз бір ауыз сөз айтпайды. Бәкең қандай жігіт. Келгелі мені құрметтеп, әнімді өзімді сыйлап қойып отыр. Еркек қой, еркек деген Марат бос стақанды Болатқа созды. Лақ толтырып құйып беріп еді. Жаным-ай, міне енді тынысым ашылды ғой. Ән айтып берейін деп домбыраны қолына алды. Бір-екі әннен кейін үш тыңдаушы одан азарда безер болды. Қой, үйге қайтайық. Марат көп ішіп қойды ғой. Көтере алмай қалды. Бұндай жоқ еді деген Тұмар орнынан тұрды. Үйгелері Маратқа қарады. Марат қолындағы домбыраны ары-бері аунақшытып, бөке, мына домбыраң маған ұнап тұр, осыны қалап тұрмын, маған бересің бе, деді. Ерлі-зайыптылар бір-бірінің жүзіне қарады. Тұмардың күйеуінен ертерек құтылғысы келді ме болады. Қалағаның домбыра болса ал, бағанадан бері әйелімді мақтап отырсың. Ертең онда сұрап келме, деп күлді. Ой, бөке, еркексің, ау, еркексің. Алғысым шексіз. Әйда, ертең үйге келіңдер. Тұмар ет асады. Ән айтамыз, рахаттанып бір демалайық. Осы жұмыс дей бермеңдерші. Жұмыс деген ешқайда қашпайды ғой. Адам-адамша өмір сүруі керек. Тұмарға да айтатыным сол. Осы уақытқа дейін жұмыс істеді ме, енді жетеді. Көлікке мініп алып, ел жер аралап көру керек. Келесі аптада төртеуміз бірге табиғат аясына шығайық, деді Марат аяқ киімін киіп жатып. Болшы тезірек. Үйге қайтайық, деді Тұмар тағатсызданып. Болат пен Гүлшат екеуін көлігіне дейін шығарып салды. Рөлге Тұмар өзі отырды да Марат жанына жайғасты. Ертең қонаққа келіңдер, күтеміз, келіңдер, деді Марат кетерінде тағы да. Бірақ Тұмар үндемеді. Гүлшатқа жай ғана ертең хабарласатынын айтты. Үйіне қайта кірген Болат
Қонақтар кетті ғой, енді өзіміз отырып шай ішейікші деді. Гүлшат еріксіз жымиды. Тұмардың күйеуі қалай екен деді, сосын күйеуіне сынай қарап. Жігіттің төресі ғой. Өзі қандай, сөзімен әні қандай деді болады. Қойшы, шын айтасың ба? Маған біртүрлі ұнамай қалды. Неге? Кеше ғана мақтап есін кетіп отыр еді ғой. Әніне ғашық болып. Тұмарға лайықсыз сияқты. Сөзі де көп екен өзінің. Әйелін жамандағанын айтсайшы. Кеше айтсам сенбедің. Бұл таза Альфонс қой. Тұмардың ақшасы бар екенін біліп өтірік ғашық болып қолына кіріп отыр. Оның аңдағаны ақша. Сен ертең Тұмармен сөйлесіп көрші. Мыналаяққа алданып қалмасын деді болады. Я, сөзінен миым ашып кетті ғой. Ой, бір тоқтамайды екен сабазың. Өзі кілең атақты адамдарды айтып отырды ғой. Бәрімен таныс біліс сияқты. Тұмарға үйіңді сат Алматыға көшейік депті. Әне көрдің бе? Өзінің келгеніне әлі бір айт олмапты. Әлден басын айналдыруды бастапты ғой. Байқасыншы Тұмар деді, тағы да болады. Шай үстінде де екеуінің әңгімесі Тұмардың күйеуі болды. Жатада да біртүрлі қылықтар еске түсіп күліп алды. Ей, Тұмар-ай, жалғыздықтан қашамын деп кімге тап болғансың? Біз қателессек шарар еді ғой. Сен бақытты болсаң екен деп ойлады Гүлшат, көзі жұмылып бара жатып. Жаным, мысық сорпаң бар ма? Басымның солқылдап жатқанын-ай. Кеше көп ішіп қойыппын ғой деді Марат ұйқысынан тұра сала Асиде Тұмарға дауыстап. Бірақ Тұмар дыбысын шығармады. Кеше түннен бері күйеуіне жын ұстап жүр. Төкті халатын киген Марат терезе алдына сыртқа қарап тұрған Тұмарды тол сыртынан құшақтады. Маған тенжіп тұрсың ба? Ана ұрысқақ-тырысқақ қатыннан зорға құтылғанда сен сөйтпеші. Сенің айда шарқыраған жүзіңе, күндей жылы мінезіңе ғашық болдым емес пе? Неге тырысып тұрсың? Болат пен Гүлшатқа артық ешнәрсе айтқан жоқ шығармын. Сосын қойшы, соларды араласатын адамдар емес сияқты ғой. Ой, бұрмай. Сенің қай сөзіңе сенуге болады өзі? Кеше ғана бөке Гүлшат деп осы жер көкке сыйғызбай мақтап едің ғой. Домбырасын қалап әкеткенің анау. Ұят емес пе? Жап жақсы адамдар олар. Олар жай адамдар ғой. Бізге енді қызметі бар, үлкен ортадағы адамдармен араласу керек. Мына қала бізге қол емес, үлкен қалаға көшу керек. Көлікті ауыстырып, жаңа үй алып қалағанымызша өмір сүрейікші. Басқа бізге не керек? Тамағың бар ма айналайын-ау? Күйеуге асқазан арқылы жол табу керек дегенді оқымап бедің. Сен маған жақсылап қарамасаң кетемін де қаламын. Кеткені несі? Қайда кетесің? Маған ғашық болып артынан жүгіріп жүргендер қаншама? Айтпақшы, телефонымның номерін ауыстырып тастайыншы. WhatsAppқа жазып, тыныштық бермейтіндерді өзің көріп жүрсің ғой. Ана оңбаған әйелмен көңілім қалған соң өмірлік жар болатын әйелді көп іздедім ғой. Солардың ішінен саған ғашық болып іздеп келдім емес пе? Барша сорпадайым болып қалды. Жуынып, шайынып ал. Тамақтанып алған соң саған костюм шалбар алуға барайық деді Тұмар. Жаным сол, менің қамымды сенен басқа кім ойлайды? Сенсең ешқашан дәл бұндай бақытты болған емеспін. Сен менің бағымсың ғой. Марат осы сөзді айтып әдеде басып жуынатын бөлмеге кіріп кетті. Арада бір сағат өткен соң олар қымбат киімдер сататын дүкенді аралап жүрді. Марат көңілді. Тұмар оны бастан аяқ киіндірді. Аяқ киімде ала салу керек еді. Марат қайтарда Тұмар күйеуіне бір емес екі туфли сатып әперді. Белдігім ескіріп кеткен екен. Шалбарымның сынын бұзып тұр деп еді, жаңасын алды. Жаным-ау, өмірімде бұндай киімдер киген емес едім. Сен аман болшы деп еміренді Марат. Үстінде тосын, арғы күні тойға барамыз. Бір-бірімізге жарасып, сай болып жүруіміз керек қой, деді Тұмар. Енді бұл киімдерді жуу керек қой. Бүгін балық жейікші. Балық нағыз пайдалы тамақ қой. Саған ақыл айтайын, адам өзінен ешнәрсе аямау керек деген Марат қымбат мейрамханадан ас ішкісі келетінін аңғартты. Олар үйге кеш қарая бірақ қайтты. Тұмарым, сен қандай ақылдысың? Мені бұл дүниеде түсінетін сен ғанасың. Мен енді туысқандарымды да, балаларымды да іздемеймін. Сенен басқа ешкім керек емес. Бәрін ұмытам деді. Үйге келіп 100 грамм ішкен Марат.
Адам туған баласын ұмыта алады ма? Ұмыта алмайсың. Сосын сенің балалармен араласып тұруыңа ешқандай қарсылығым жоқ. Араласа берсейші, деді Тұмар. Байғұс баламай, маған арқа сүйеп жүреді. Бүкіл жұмыс оған қарап қалды ғой. Бәрі ана оңбаған Жексұрын шешесінің кесірінен ғой. Соңғы кезде соны тыңдап бәрі мені шетке қақты. Әкесін сыйлауды үйретпеді ғой. Ана шартымай. Той, тағы бастадың ба? Қойшы, айта бермеші. Қимасаң үйіңе қайт, не қыласың өткенді қозғай беріп. Өзің жаңа өмір бастаймын дейсің де қайтадан тоңғиыққа бата бересің, деді Тұмар. Дұрыс айтасың. Олардың маған көктейінға керегі жоқ. Сен мен бақыттымын деген Марат Болаттан сұрап алған домбыраны қолға алды. Екеуі түннің бір уағына дейін ән айтып отырды. Арада бір апта өткен Марат сыртқа шығып кетіп, телефонмен көп сөйлесті. Үйге қайта кіргенде өңі біртүрлі болып күрсіне берді. Не болды, тыныштық па? Балаларың аман есен бе, деді Тұмар. Тыныштық, тек үйдегілер менің көлігімнің кредитін төлей алмай қалыпты. Енді банк алып қою мүмкін екен. Қап, енді не істеймін? Көліксіз қалай жүремін деп безектей бастады ол. Саған ол көліктен пайда жоқ қой, бәрібір мініп жүрген жоқсың. Ұлың айдап жүрсе, өзі төлеп құтылуға тырыспайды ма? Көк тиындары жоқ қой олардың. Үйде ақшаны күректеп табатын мен едім ғой. Ана ақымақ қатынға ешқашан жұмыс еткен емеспін. Үлдемен бүлдеге орап қоятын едім. Сол жақсылығымды білмеді ғой. Енді көп көліктен айырмақшы. Ұлыма көлігін сатып жібер депті. Уайымдай бермеші, бір мәнісі болар. Тұмарым бізге сол көліктен айырылып қалмау керек. Сенің мына көлігің ескіріп қалыпты ғой. Менікі су жаңа. Былтыр кредитке алғам. Сенікін сатып жіберейік те, бір ақшаға анау машинаның кредитін жабайық. Сосын оны өз атымызға аударып аламыз да алаңсыз қыдырып жүретін боламыз, деді Марат. Саған бәрі оп-оңай екен ғой. Біріншіден, мен өз көлігімді сатпаймын. Сосын сенің кредиттегі көлігің бізге керек емес. Оған тиіспе, ұлыңда қалсын. Не қыласың оны? Менің көлігім екеумізге де жетеді ғой, деді Тұмар. Сонда мен еркек емеспін бе? Өзімнің көлігім болмай ма? Онда маған су жаңа көлік әперде менің атыма жаздыр. Сонда ғана жаным тынышталады. Әйтпесе анау көлігімді ойлап мазам қашты. Сен қызық екенсің. Көлікті мен әперуім керек пе? Жұмыс істеп өзің алмайсың ба? Қайдағы жұмысты айтасың? Кезінде жұмыс істегенмін. Енді тек демалуым керек емес пе? Ауыр жұмысқа жарамаймын да. Сенде ақша көп қой, екеумізге де жетпейді ме? Жалғыз күйеуіңді асыруға шамаң жетеді ғой, деген Марат сөзінің аяғын әзілге айналдырғысы келді. Осы күннен бастап Тұмар қалың ой құшағына енді. Жалғыздықтан қашып деген күйеуі жатып ішер арамтамақ біреу сияқты. Күн сайын айтатыны қымбат көлік. Тұмарды көлік салондарына апарады да ішіне отырып алып ыржиып суретке түседі. Ол суреттерді жан-жақтағы достарына жіберіп, Тұмар маған су жаңа көлік әперді деп жазып жібереді. Неге өтірік айтасың? Ұят емес пе? Қай күні Болатқа да салып жіберіпсің. Гүлшат сұрағанда не дерімді білмей қалдым деп Тұмар ренжісе, оған да жауабы дайын. Жаным, жақсылықты жар салып айта беру керек қой. Әйтеуір бір күндері сол көлікті әпересің ғой, дейді саспай. Марат бірде телефон арқылы бір әйелмен әбден ұрысты. Бұл кім деп сұрап еді. Бір шындық қатын ғой. Баяғыда 3 миллион берген өзі. Шіріген бай. Ол үшін 3 миллион 5 теңге сияқты. Бір концертіме демеуші болып ақшамды сұрамаймын деп еді. Кейіннен мені үйіне жиі шақырып алатын болды. Барып, тамағын, арағын ішіп, қайтып жүрдім. Өзімен 10 жас үлкен семіз әйел. Соңғы шақырғанда массаж жасап берші дейді. Қойыңыз. Жасай алмаймын дедім. Сонша ақша бергенімде массаж жасамаймын дейсің. Арқам құрысып, мазам болмай отыр деген соң, бір-екі сипалап бергенмін. Соны әдет етіп апта сайын шақыратын болды. Оның іркілдеген денесін көрген сайын жиіркенем. Бірақ 3 миллион берді ғой деп тағы да арқасын сипалаймын. Сөйтсем, оның ойы әрде екен ғой. Бір күні жүр екеуміз Түркияға, Египетке барып, демалып қайтайық. Ол жаққа барған соң ашыласың ғой, дейді. Ол семізбен не қыламын ол жақта.
Ішімнен жақтырмасам да көреміз, жарайды дегем. Сөйтіп жүргенімде сенімен таныстым ғой. Телефонымды ауыстырсам да тауып алып Түркияға барайық деп қоймайды. Бірге бармасаң 3 миллионды қайтар, болмаса сотқа берем. Тағы біреулерге телефоныңды беремін деп қорқытып жатыр. Енді не істейсің? Одан қалай құтыласың? Мен оған айттым, мен саған қарыз емеспін. Үйімнен кетіп қалғам, 3 миллионды негізі мен жаратқан жоқпын. Концерттен түскен ақшаның бәрін ана үйдегі қатының қолына бергенмін. Сол құтқан, содан алсын. Төй, не болып кетті? Күніге бір нәрсе шығып жатыр, әніңде жайыңа қалғандай. Асаба бола аламын деп едің ғой, асаба болып ақша тапсаң қайтеді. Асаба болуға болады, бірақ бұл қалада асаба көп екен, маған нан жегізбес. Бізге Алматыға көшу керек, ол нағыз өнер ордасы ғой. Сен ертең мұнда пәтеріңді сатуға қойшы, жаңа өмір бастайықшы. Өзіңе арнап талай ән жазамын ғой. Екеуміз шалқып өмір сүреміз, шаттай болып киініп алуымыз керек. Айтпақшы, маған жылтыр ой-өрнегі бар костюм керек еді. Өткенде көріп едік қой. Соны киіп кейбір әндерімді өз даусыма жаздыртып, тойда ән айтсам да болады ғой. Ой, сен менің қырбақша тапқанды білмейсің ғой. Әлі сені үлдемен білдеге қорап қоям. Маған төлеген ақшалардың бәрін қайтарамын. Көрде тұр. Марат біраз желпініп барып тоқтады. Сол түні Тұмар түні бойы ұйықтай алмады. Марат ұйықтадау деген кезде жайлап тұрып, ас үйге барып, ұзақ ойланды. Жылағысы келіп еді, шылай алмады. Осыдан біраз уақыт бұрын ғана жеке өміріне еніп, жалғыздығын ұмыттырғандай болған адам өзі ойлағандай азамат емес екен. Оған тұрмысқа шығуға неге асықты екен? Енді бұдан қалай құтылмақ? Өзін жақсы көретін сияқты, бірақ еңбек етейін деген ниеті жоқ. Айтқан сөзінің бәрі өтірік сияқты. Кеше Гүлшатты адауының байқашы, сөзі сұйық адам сияқты, көп сене берме деп жазып жіберіпті. Расында солай ма екен? Бірақ бұның менен басқа баратын жері, басатын тауы жоқ қой. Не істесем екен? Қаңбақтай жер айдап келген бұл адамның төпкі ойы қандай. Шіркін, соны білсе ғой. Осындай олармен жастыққа басын қойған Тұмар Алладан күйеуімнің шын келбетін көрсетші деп тілек тілеп жатты. Таңертең Марат ерте тұрыпты. Таң атпай қайда сығып тұрғанын сұраған Тұмарға, кеше тойға кетін костюм аламыз деп едің ғой. Түні бойы түсіме сол кіріп шықты. Тезірек алайықшы деді. Тұмардың қаны қайнап басына шапшыды. Ақшаң бар ма? Барды ала берші деді. Менде қайдағы ақша? Өзің ғой әперемін деген. Марат балаша өкпеледі де қалды. Ал Тұмар таң алдында ғана көрген түсін есіне қайта-қайта түсіріп, төсектен тұра алмай ұзақ жатты. Түсінде Алматыда еңбек үйлердің ортасында тәлтіректеп, өзі зорға кетіп бара жатыр екен. Мойнына екі аяғын салбыратып Марат мініп алыпты. Тұмар бұл түсті ешкімге айтпай-ақ өзі іштей жорыды. Міне Алладан сұрап едім, Мараттың шын бет-бейнесін көрсетіп берді. Ол нағыз арам тамақ екен. Бірақ Тұмар бұл түсін Маратқа айтпады. Тіпті киініп алып, жас баладай бұртиып отырған оны аяп кетті. Бейшарай. Жас кезінде жөні түзуде кимеген ғой. Қызыққан костюмын әперейінші деп ойлады. Таңғы астан кейін олар тағы да дүкен аралап жүрді. Сол күні Мараттың қуанышында шек болмады. Арада 3 күн өткенде Марат тағы көңілсіз күйге түсті. Енді қайттым. Сәнімгүл ақшасын сұрап жатыр. Сотқа берем деп қоймайды. Іздеп келемін дейді. Сен соған 3 миллион бере салшы, мен үшін. Күйеуіңді құтқаруың керек қой деді жалыныш үнмен. Тұмар сабыр сақтап үндемеді. Ертесіне таң атпай Тұмардың телефоны шырылдады. Кіші қыз екен. Мама, мен енді шыдай алмаймын. Күйеуім ішіп келіп тағы ұрды. Үйге барамын деді. Келсең кел, бірақ ашуың басылғанша ғана. Ажырасамын деп ойлама деді ол. 3 жасар баласын алып Тұмардың қызы келгеннен Мараттың мазасы қаша бастады. 3 күннен кейін Тұмарға қызың үйіне қайтпай ма? Тыныштығымыз бұзылды ғой. Баласы жылай береді.
Маған көлік әперуге қимаған ақшаны қызыңнан аямай жатырсың ғой. Солар келгелі менімен жөнді сөйлеспейтін де болдым. Сонда мен кіммін деп ызыңдап миын жейтін болдым. Ақыры Тұмар шыдай алмады. Бұл менің ішімді жарып шыққан қызым. Күйеу екеуі татуласқанша қамқорлық жасаймын. Далаға тастай алмаймын деді. Менше, мен кіммін? Бір сен деп жүрген жоқпын ба, деді Марат. Сенің не үшін жүргенің маған бәсенеден белгілі болып қалды. Пәтерімді де, көлігімді де сатпаймын. Саған көлік те бермеймін, кредитіңді де жаппаймын. Сәнім гүліңнен алған 3 миллионыңды да төлей алмаймын. Саған төсінікті болса, қалаған жағыңа бара бер деп айтып салды. Ашуға булыққан Тұмар. Мараттың жүзі қабарып, сөйлей алмай қалды. Тұмар көз жасын көрсеткісі келмей, теріс айналып кетті. Түс қайта Марат Аладорбаға өзі киіп келген ескі тұзғы киімдерін сала бастады. Мен әперген киімдердің бәрін алып кет, маған олардың қажеті жоқ. Кешкі пойыздан қалып кетпе. Міне, билетіне ақша деп Тұмар 10 000 теңгені үстел үстіне қойды. Арамтамақ су жаңа киімдердің бәрін сөмкеге салып алды да, үнсіз ақшаға қол созды. Тұмар аяқтан тезірек құтқарған Аллаға іштей алғысын айтты.